Ассаляму алейкум алтындарым. Біз бүгін хит болып жатқан қазіргі таңда орео пирогын пісіреміз. Ал бисмилля деп бастаймыз. Бізге керегі 200-180 грамм ұн, 100 грамм сары май, қант, 30 грамм какао 2 кішкентай қасық және де разрыхитель қопсытқыш, содан кейін 1 дана жұмыртқа. Бұл жерде ұнды ситадан өткізіп аламыз, содан кейін сары майымызды саламыз, әдемілеп крошка жасаймыз, және де оның үстіне какао мен қопсытқышымызды бірінші салып алуымыз керек еді, араластырып онымен. Содан кейін майды салып, жақсылап өстіп крошка жасаймыз, бәрін араластырып. Крошка жасағаннан кейін барып біз қантты қосамыз. Кей жерлерде шекер деп атады, қант деп атады, сахар дейді. Соны қосамыз. Қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл жерде рецепт бойынша 1 дана жұмыртқаны полный салу керек. Бірақ мен ақуызын мен сарыуызын бөліп алдым да, ақуызын начинкасына алып қалдым. Тек сарыуызын ғана салып араластырдым. Содан кейін кіші қасықпен үлкен қасық қаймақ 20 граммдық қаймақты салдым. Сонымен араластырдым. Менікі қатты жұмсақ емес, нығыздалған тесто шықты. Яғни бұл пирогқа тесто өте идеальный болды, өте күшті болды. Бұл жерде тағы да айта кететінім, ванильный сахар болса тіпті жақсы, соны қоссаңыздар да болады. Иіс беріп тұрады, өте дәмді. Өстіп табамызға салып, тестамызды, қамырымызды жайып аламыз жан-жағына. Жақсылап өстіп жайып, бортик жасаймыз. Бортик жасап, астын деген қатты қалың емес, жұқарып жасап аламыз. Өстіп бортигін бәрін дайындап болғаннан кейін пешті қосып қойсақ болады осы уақытта 160 градусқа. Енді начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге керегі ең бастысы қаймақ. Міне 20% қаймақ алдым мен осындай деревенская деген. Осы қаймақтан 400 грамм алып аламыз. Ең бірінші өстіп алған кезде араластырып алған дұрыс. 400 грамм өлшеп аламыз. Таза ыдысымызға өлшеп алғаннан кейін енді жаңағы пирогтың, біз жасайын деп отқан пирогтың қамырынан алып қалған ақуыз, сол ақуызды саламыз бұның осының ішіне, начинкасына. Және де кейбір рецептерде 3 дана жұмыртқа деп тұр, кейбіреуінде 2 дана деп тұр. Сондықтан мен 2 дана алдым. Орео печеньесі ең бастысы. Бұл орео печеньені жақсылап пышақпен бөлшектеп алсақ болады. Енді бұл жерде бізге ең тиімдісі, ең оңайы, бізге миксер қажет етпейтін пирог бұл. Өстіп жұмыртқаларымызды салып аламыз, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бұған қант саламыз. Қанттан кейін орео печеньесін саламыз. Содан кейін мына жерде кукурузный крахмал салып жатырмын. 1,5 қасық ас қасықпен. Өстіп жақсылап араластырып алғаннан кейін табамызға құямыз начинкасын. Дөңгелекті арнайы алып қаламыз. Сөйтіп өстіп жан-жағына әсемдеу үшін қойып, енді ыстық пешке саламыз бұны. Ыстық пеште 160 градуста 30 минут піседі, өте дәмді. Енді жасап көрсеңіздер өкінбейсіңдер, жасап дәмін көріңіздер. Сіздермен болған айтылған рецепт ұнаса, лайк басып, комментария жазып, маған тіркеліп кетіңіздер.